Сәлем достар, біз бүгін past continuous шағымен танысамыз. Созылыңқы өткен шақ. Мысалы, I was cooking when the phone rang. Мен тамақ істеп жатқанда телефон шыр ете түсті. Бұл жерде сіз тамақ істеп жаттыңыз, бұл қандай да бір созылып жатқан процесс, осы кезде қысқа бір әрекет пайда болды. Яғни телефон шырылдады. Келесі, he was driving at 6 o'clock yesterday. Қандай да бір нақты уақыт айтылып тұр. Кеше ол сағат 6-да машина теуіп жүрді. Жасалу жолы subject плюс was, were, яғни to be'дің өткен шағы. Жекеше түрде was, көпше түрде were, және етістікке ing жұрнағы жалғанады. Уақыт үстеулері all day long, күні бойы, all night long, түні бойы, while, кезде, all the time, бүкіл уақытта, at 5 o'clock, сағат 5-те. Сонымен past continuous, яғни созылыңқы өткен шақ. Мынау бізде now, қазіргі шақ, past өткен шақ. Яғни өткен шақта қандай да бір уақыт аралығында созылып жатқан процесс. Мысалы, мына суретке қарайық. When Sam arrived дейді. Sam келген кезде, бұл қысқа әрекет. We were having a drink. Біз сусын ішіп отырғанбыз. We were having a drink. Біз кафеде бір сусын ішіп отырдық. Бұл созылыңқы әрекет, ал мынау бізде қысқа әрекет. Сонда бірінші past continuous, past simple, одан кейін past continuous жағында сөйлем тұр. Сонымен past continuous өткен шақта белгілі бір уақытта болып жатқан іс-әрекет. Және осы іс-әрекеттің қай уақытта басталғанын және қай уақытта аяқталғанын біз білмейміз. Сонымен қатар үшінші қолданылуы. Екі созылыңқы іс-әрекет бірдей уақытта орындалған кезде. While сөзінің көмегімен. Яғни two actions happening at the same time. Екі әрекет бірдей уақытта болған кезде. Мысалы, they were watching TV when I came home. Бұл жерде they were watching TV past continuous жағы, яғни созылыңқы әрекет when I came home. Бұл қысқа әрекет. Мен үйге келіп есікті ашып қалғанда олар телевизор көріп жатты. Бұл жерде біз телевизорды қашан көріп бастағанын білмейміз. Ең бастысы олар телевизор көру процесінде болды. Келесі, I was studying while my brother was watching TV. Яғни while сөзінің көмегімен екі бірдей созылыңқы әрекет бір уақытта болды. Last night at 9 p.m. I was having dinner. Айтып тұр ғой, қандай да белгілі уақытта дейді. Яғни белгілі уақыты сағат 9. Кеше түнгі сағат 9-да мен тамағымды ішіп жаттым. I was working in the garden all day. Сіз біреуге әңгіме айтып жатсыз. Кеше мен күні бойы бақша тазаладым, бақшаның шөбін жұлдым. Яғни сіздің кешегі бір сағатқа немесе 2 сағатқа созылған іс-әрекетіңіз туралы айтылып тұр. I was cooking when you were writing a book. Бұл жерде екі созылыңқы әрекет бірдей уақытта болып тұр. Екеуі де present past continuous жағында болып тұр. Ары қарай, he was doing sport while she was sleeping. Жаңағы ер адам спортпен айналысып жатқан кезде, әйел адам ұйықтап жатқан. Яғни while сөзінің көмегімен жасалып тұр. Ары қарай, I was thinking while I was brushing my teeth. Мен тісімді щеткалап тұрып, ойланып тұрдым дейді. Сіз бір жағынан ойланып тұрсыз, екінші жағыңыздан тісіңізді тазалап тұрдыңыз. Соңғы сөйлем. What were you doing while I was working? Сен не істеп жаттың? Мен жұмыс істеген кезде дейді. Сонымен біз сіздермен бүгін past continuous шағын талдап талқыладық. Сіздер үшін пайдалы білім болды деген сенімдемін. Лайк басып, коммент